Маған осындай сұрақ келіпті. Қыздар, күйеу дей бермей өздеріңізбен айналысыңыздаршы, наконец-то. Өзіңіздің ішкі состояниемен жұмыс жасаңыз. Мысалы, самооценкаңыз төмен, сіздің өзіңіз жайлы ойыңыз дұрыс емес, мысалы, негативке толып қалғанда өзіңізді өте көп біреулермен салыстырасыз. Мысалы ше, того күйеуім деп соншалық асты үстіне түсіп, оны құдайыңызға айналдырып жібергенсіз ғой. Сол жылы сөйлесе күшті боласыз. Сол сөйлемей қалса, мысалы, көңіл күйіңізге дейін де уже оның қатысы бар да. То есть көңіл күйіңіздің қалай болатынын ол белгілейді сіз үшін. Того өзімізді солай төмен, ниже плинтуса, төмен деңгейге түсіріп жібергенбіз ғой, қыздар. Бұлай болмайды ғой. Сізді Құдай жаратты ғой, Аллах Тағала жаратты. Ол өзі үшін жаратты. Оған құлшылық жасауыңыз керек, күйеуге емес. Оның разылығы үшін күйеуге сіз, мысалы, да, мойынсұнасыз, итағат етесіз ше. Алланың разылығы үшін күйеуіңізге мойынсұнасыз. Егер күйеуіңіз харам сұрап тұрса, оған жоқ деп айтуыңыз керек. Неге? Өйткені сіз Алланың разылығы үшін істеп жатырсыз. Өзіңіздің ішкі состояниемен жұмыс жасауыңыз керек, ойларыңызды дұрыстауыңыз керек. Неге? Сізді Аллах Тағала ең көркем бейнеде жаратты да. Сіз өзіңіз жайлы ойыңыз дұрыс болмаған кезде, мен андаймын, мен мындаймын. Ол, конечно, білгенін жасайды, мысалы. Анаған қарайды, мынаған қарайды, нагло алдыңызда сөйлеседі да, потому что қараңызшы, өзіңіз унижать етіп тұрсыз ғой. Того түсініп тұрсыз ба? Сол үшін ішкі состояниемен жұмыс жасаңыздар, қыздар. Сіз ең құндысыз. Сіз да бақытты болуға тырысуыңыз керек. Сіз да рахаттануға, сіз да, мысалы, өзіңіздің өміріңіз өзіңізге қызық болу керек. Мен не сезіп тұрмын, мен не ойлап тұрмын, маған не ұнайды, что я хочу деген сияқты ше. Өзіңізге интересный болған кезде анау қылығын қояды ше.